Программисттерге әрі қарай жетілуге көмектесетін өте көптеген сервистер бар. Соның ішінде мен ұсынатын бірнешеуін айтамын және әр аталған сервиске сілтеме төменде. Сонымен өтіп, кейін өзіңіз байқап көрсеңіз болады. Бірінші сервис бұл CodeWars деп аталады. Бұл жерде, егер атына мән беретін болсаңыз, бұл қандай да бір задачаларды орындауға арналған. Айталық бір тапсырма тұрады. Сол тапсырманы орындайсыз. Кез келген программалау тілінде, айталық Python немесе Lua, Java, C++, C# Go деген секілді. Соның кез келгенді орындайсыз және орындап болғаннан кейін сізге басқа адамдар дәл сол задачаны қалай орындады, міне сол кезде көрсетеді. Ең қызығы, мысалға айталық, мен оны 5 строк кодпен шеше алдым. Басқа адам оны бар болған бір-ақ строк кодпен шеше алған болуы мүмкін. Мен өзім бұл сервисті қолданып көрдім. Сол кезде мен әдетте JavaScript-пен осы задачаларды орындадым. Сол кезде сондай мен біразын көргенмін. Мысалға сен біраз строкпен шешесің, ол қысқа ғана бір строкпен шешесіз, сол кезде осылай опыт жинауға көмектеседі. Келесі сервис бұл FreeCodeCamp деп аталады. Атына мән беретін болсақ, бұл қандай да бір ешқандай коммерциялық емес ұйым екенін білеміз. Бұл жерде барлығы тегін. YouTube'дағы видеоларын қарайтын болсаңыз, тіпті ол жерде видеоларында 4-5 сағаттық бір курстар бар. Ол жерде тіпті YouTube'тың өзінің рекламасы өшірілген. Бұл жерде барлығы тегін, әртүрлі технологияларды үйренуге болады. Мысалға бұл сайтқа тіркелесіз, одан кейін өзіңізге қажет қандай веб-технология, машина learning немесе алгоритмдер, дата структура деген секілді оны өткеннен кейін бізге сол өзіміз өткен сала бойынша бізге сертификат береді. Және айта кетейін, бұл FreeCodeCamp-тің сертификаты басқа сертификаттарға қарағанда авторитетный. Бұны алатын болсаңыз, қосымша плюс болуы мүмкін. Сілтеме төменде. Келесі сервис бұл Medium деп аталады. Бұны көпшілігіміз білуіміз мүмкін. Бұл жерде әртүрлі тақырыптарда жазбалар бар. Соның ішінде программалау туралы ақпараттар бар. Flutter-ге қатысты мен ақпараттар қараймын. Мысалға, әртүрлі қандай темада керек. Соның барлығына қатысты ақпараттар бар. Ең қызығы, бұл сервис өте ыңғайлы етіп жасалған, оқу өте ыңғайлы. Поискке кез келген теманы жазатын болсаңыз, әртүрлі саланың эксперттері өзінің тәжірибесімен бөліседі және бұл жерде жазады, обсуждат етеді деген секілді. Сілтеме төменде. Бұның бір ғана минусы бар. Қазақстанда бұл сервис блокталған. VPN. Рахмет саған. Мен Telegram каналымда сілтеме төменде, сол жерге мен өзім осы сайттан өтіп жатқан курстардың сілтемесін жіберген болады. Және көпшілігі бұрыннан қарайтындар білет, мен бұл сайтта активне түрде қолданамын. Бұл жерде айта кететін мынадай дүние бар. Бұл сайтта ақылы курстар бар және тегін курстар бар. Егер сізге серьезный информация қажет болса, мына жерде курстар қатты қымбат тұрмайды. Өте көп ақпаратты, айталық 45 сағаттық керемет курсты осындай ыңғайлы ценада алуға болады. Ондай ақпараттар тіпті 10-20 есе қымбат тұратын курстарда бермеу мүмкін. Және бұл курстарды өтіп болғаннан кейін саған сертификат береді, әрине қажет болса. Қосымша бұл жерде ақпараттар ағылшын тілінде, айта кетейін, көпшілігі ағылшын тілінде, орысша табуға болады. Мен өзім программированиеға қатысты көбіне бұл жерде қараймын, әртүрлі технологиялар. Сілтеме төменде өтіп, өзіңе қажетті кез келген курсты қарасаң болады. Мысалға Python керек болса, мына жерде мысалы осындай курстар бар. Рейтинг бойынша қарауға болады, қанша адам алды, қандай отзывтар бар деген секілді сапалы курсты алуға бұл жерде мүмкіндік өте жоғары және сапалы курстар өте көп.